Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге шынымен де бір топовый сайт айтатын боламын. Ол сайттың арқасында адамдар $100, $150, $200 дейін тапқан болатын. Мен алдын видео түсіргенмін осы сайт жайлы бір ай алдын, қателеспесем, немесе бір айдан сәл жақынырақ уақытта түсірген болатынмын. Менің подписчиктерім арасында тоже балдар өте көп. $100, $150 тауып жатқан. Қазір мен сіздерге басынан аяқ қалай табуға болатын барлығын тағы бір рет көрсетіп шығамын. Және де алдыңғы видеолар міндетті түрде закрепленный комментарияда болады. Соларды да көріп шығыңыз. Барлығын сол кезде жақсырақ түсінетін боласыз. Ал енді каналға әлі тіркелмесеңіз, каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, ең бірінші сайт Супер Биткоин деп аталады. Менің телеграм каналымда ссылкасы болады. Сол телеграм каналдағы ссылкамен өтіп тіркелесіздер. Ал енді қараңыздар. Тіркеліп болғаннан кейін міндетті түрде адамның суретін басып, центр безопасности деген жерге кіріп, верификациядан өтесіздер. Одан кейін информация сертификация деген басасыздар. Сіздерде қызыл болып тұрады. Содан кейін өтесіздер. Яғни удостоверенияларыңыздан алдын, артын, сосын түрлеріңізді жібересіздер. Закрепленный комментариядағы видеоларды көрсеңіздер, сіздерге барлығын толығымен түсіндірген видео бар. Одан кейін өтіп болғаннан кейін сіздерге сап-сары свет жанады. Жасыл свет жанғанша күтесіздер. Жасыл свет жанғаннан кейін менің телеграм каналымда Лукас деген ник болады. Сол Лукас деген никқа номерлеріңіз жібересіздер. Яғни осы жерге тіркелген номерлеріңіз жібересіздер. Одан кейін айтасыздар, сондай тіркелдім деп. Тіркелдім деп айтудың да қажет жоқ. Просто номерлеріңіз жібересіздер. Ол сіздер тексереді. Бар болсаңыздар, Мия деген қызға жібереді. Ссылкасын береді сізге, сол қызға тоже номеріңізді жібересіз, ол сізге $10 салып жібереді. Алдын мен видео түсірген кезде бонус $8 еді. Қазір $10 болды. Ал $10 мен сіз күніне торг жасай аласыз. Қалай торг жасайсыздар? Сіздер өздеріңіз бұл жерде ештеңе жасамайсыздар. Бұл жерде сіздерге осы телеграм группаны сізге Лукас деген береді. Міне осы адам береді. Одан кейін бұл телеграм группада күніге 6:30-нан 7:30-ға дейін немесе 8-ге дейін осындай торговать етуге сіздерге беріп отырады. Мысалы, наған қой деген сияқты. Сіздер просто соны жасап отырсаңыздар болды. Қараңыздар, мен бір ай алдын дәл осыған видео түсірген болатынмын. Бонус ал $8, сөйтіп $8 мен шығарып ал деп. Мысалы, мен өзім $8-ды $15-ға дейін көтеріп, оны шығарып алған болатынмын. Ал енді дәл қазір бір ай бойы мен қарап келе жатырмын. Және де менімен бірге мен сол кезде айтқан кезде балдар $66 салып, осы ойынға қатысқан балдар бар. Дәл қазір бір күн минуста болған жоқ. Яғни бір ай қарадым, бір айын барлығында плюста болды. Күніне $4, $5 алып отырасыздар. Бұл жерде қараңыздар, сіздерге берген бонус $10 жетпей қалуы мүмкін. Себебі кейде проигрыштар болады. Бірақ $66 салсаңыздар всегда жетеді. Қараңыздар, біздің аналитиктер $66 қолданады. Себебі біздің командамыздағы адамдардың барлығы түсінсін, минимальный $66 мен олар күнделікті пайда жасай алатын деп жазылған. Яғни сіз $66 салсаңыз, күніге $4, $5 пайдада боласыз. Ол үшін мынандай схеманы қолданады олар. $66 мысалы шоттарына сап қояды. Одан кейін 6:30-да ставка мнение басталған кезде, торговать ету басталған кезде $0.33 қояды. Ол қадалып қалатын болса, қайтадан ставканы көтереді. Яғни $0.66-ға ол шығатын болса, көтермейді, уже қайтадан $0.33-ға түсіреді. Ал одан кейін $0.33-ті тағы да қояды, ол қадалатын болса $0.66-ға көтереді, $0.66 қадалатын болса $1.65-ге көтереді, $1.65 қадалатын болса $3.63 қадалатын болса $7.92, одан кейін 16, одан кейін 34. Всегда мен максимум бір рет барды. Қателеспесем, мен қойып жүрген кездерде бір рет қана 34-ке барды. Одан кейін әлі барған білмеймін. В основном 7-тен, 3-тен қайтады. Яғни, мысалы, қатарынан 3 ставка қадалады, 4-шісі ойнайды, 5 ставка қадалады, 6-шісі ойнайды. Былайша айтқанда, сөйтіп дәл солай ставка прогноздарға сіз қойып отырасыз. Осылардың берген прогноздарына менің закрепленный комментариямда бар. 1 сағат бойы мен осылармен прогноздарына қойғанмын, және де қанша плюста шыққанымды барлығын сол жерде көрсеткенмін. Закрепленный комментариядағы видеоны тағы да көріп шықсаңыздар болады. Одан кейін қараңыздар, прогноз қазір 6:30-да басталды. Міне $66 салып қойған группаға. Сосын міне 35-те басталды. $0.33 қойды, 30 секундқа қойды, 18-35-ке, яғни бірінші раунд кетті. Сосын екінші раунд, үшінші раунд қайтадан бірге түсірді. Көргендеріңізде міне осы жерде екінші раундта бірінші ставка қадалды, одан кейін екінші раундты $0.66-ға көтерді. Одан кейін екінші раунд выигрышта болып, қайтадан бірінші раунд, яғни $0.33-ке түсірді.
Дәл солай күніге дәл солай қояды. Міне соңын көретін болсақ, мысалы қараңыздар, 4 доллар қан, 10 долларға көтерген, 3 доллар көтерген, всегда осылай күніге мен қарап отырмын. Күніге дәл осылай барлық адам плюста шығады. Мен өзім соңғы кездер вообще қойып жүрген жоқпын, себебі уақыт вообще болып жатқан жоқ маған. Алты жарымда, именно алты жарымнан 8-9-ға дейін мен босамаймын просто. Ал енді қараңыздар, дәл осылай күніге сіздер қоя аласыздар, бірақ сіздер ол үшін, олармен бірге жақсы қою үшін сіздерде міндетті түрде шотыңызда 66 доллар болу керек. Яғни сіз 66 долларға толтыруыңыз керек. 66 долларға сіз Binance'дан толтырсаңыздар болады. Ол үшін пополнение монет деген басасыздар, USDT басасыздар, осы жерде адрестеріңіз болады. Адрестеріңізді копировать етіп Binance'дан толтырсаңыздар болады. Яғни Binance деген биржадан, немесе Trust Wallet'тен толтырсаңыздар болады. Мен алдын Trust Wallet'тен толтырған болатынмын. TLC20 USDT-де тұрады. Яғни ол үшін не істейсіздер, сіздер Trust Wallet'ке келесіздер, ашасыздар. Сосын қараңыздар, сіздерде USDT teaser болады. Мені USDT teaser TLC20 деген сетте болу керек. Мені көргендеріңізде TLC20 деген сетте отправить деген басасыздар. Одан кейін осы жерге получить басасыздар адресін, жаңағы сөйтіп қанша толтыру керек, соншаны жазасыз. Мысалы 66 доллар болса 66 доллар. Әрине сізде Trust Wallet'те ақша болса, ал Trust Wallet'те ақша болмаса, через Binance толтырсаңыздар болады. Binance'қа сіз картадан ақша толтыра аласыздар, ал Trust Wallet'ке сіз картадан ақша толтыра алмайсыз. Сөйтіп толтырасыздар. Примерно сіз өзіңіздің 66 долларыңызды күніге солармен торговать етіп 200-300 долларға жеткізіп аласыздар. Менде балдар бар, қазір VIP 1 ағам балдар бар, VIP 2 алайын деп жатқан балдар бар уже. Ал VIP-тар бұл жерде, типа VIP алсаңыз сізге бонус береді. Мысалы қазір күніге торговать етіп, күніне 5 доллар, 6 доллар тауып жүрсіз. Одан бөлек сіз VIP алсаңыз сізге одан көбірек әр понедельник сайын сізге 10 доллар, 80 долларға дейін беріп отырады. Қазір мен сізге қалай екенін түсіндірем. Ал енді қараңыздар. Ол үшін награда на приглашение кіресіздер. Қараңыздар, менде VIP 1 көрсетіп тұр қазір, бірақ мен VIP 2-де болғанмын. Маған VIP 2-де әр апта сайын 66 доллар беру керек. Яғни мен ең басында маған, мен сразу видео салдым, екінші күн немесе арғы күні уже VIP 2-ге шықтым. Тоже өзім қойдым, өзінің де ставкаларын көбірек болу керек бұл жерде. Одан кейін менің шақырған адамдарымның да ставкалары көбірек болу керек. Былайша айтқан кезде VIP 2-ге мен шықтым, маған бір понедельник 66 доллар салып жіберді. Одан кейін екінші понедельник маған салмады. Себебі мен сол аптада мен өзім вообще торговать етпеген екенмін. Мен кейін көрдім, вообще торговать етпегенмін. Сол үшін маған салмапты олар. Қазір енді мен вообще торговать етпей қойған үшін VIP 1-ге түсіріп тастады. VIP 1 апта сайын 10 доллар алады. Мысалы қараңыз, сіз VIP 1 болу үшін не істеуіңіз керек? Сіз өзіңіз 400 доллардай торговать етуіңіз керек. Яғни 60 доллар саласыз, 66 доллар мысалы саласыз. Сол 66 доллармен күніге пайдада жүресіз. Полный оборотыңыз 428 болу керек. Ол ешқандай қиындығы жоқ. Негізі 66 доллар салсаңыз, сіз 3 күнде сонша оборот жасап тастай аласыз. Ал енді одан кейін, одан бөлек сіз ең аз дегенде 3 досыңызды шақыруыңыз керек. Яғни 3 досыңыздың да обороты сондай 428 ба, 400 ба доллар болу керек. Ал VIP 2-ні алу үшін сізде уже 6 дос болу керек, немесе 7 дос болу керек. Одан кейін олардың обороттары тоже 1000 болу керек, 1200 болу керек. Сіздің өзіңіздің оборотыңыз 666 болу керек. Көргендеріңізде менікі VIP 2-ге 662 жетпей тұр. Мен арқалақтыр жүрген просто, торговать етпей жүргенім үшін. Ал одан кейін сіз, если VIP 2-ні алсаңыз, апта сайын 66 доллар алып отырасыздар. Одан бөлек сізге коэффициент возврата 1% деп тұр. Яғни бүкіл шақырған адамдарыңыздың прогноздары, қойған прогноздарынан сізге 1% бонус беріп отырады. Ол мен қатты түсінбедім, бірақ мені қараңыздар. Мен осы уақытқа 73 адам шақырғам. 73 адамның примерно 30-ы ғана активны торговать етеді, басқалары ақшаларын шығарып кетіп қалған адамдар. Мысалы қараңыздар, накопленный комиссия, яғни осы уақытқа менде 55 доллар жиналған екен. Bir ай ішінде 55 доллар жиналған примерно. Менің көргендеріңізде 3338 долларға торг болған. Мен шақырған адамдарымның мені көргендеріңізде арасында тоже 05, 08, 9 доллар, 6, 38 доллардан ставка қоятын балдар бар екен, 61 доллардан қоятын адамдар бар. Тоже солар
просто прогноздарға күн сайын олар ставка жасайды и маған бонус береді бір пайыз. Сіздер де мысалы достарыңыз шақырасыздар, мысалы өздеріңіз команда құрып алсаңыздар болады, кішігірім мысалы 10 адамнан тұратын команда құрып алсаңыздар, 10 адам просто өздеріңіз бір-біріңізден бонус алып отырасыздар, одан кейін одан бөлек өздеріңіз торговать етіп күніне 4-5 доллар плюста пайдада жүресіздер. Одан кейін VIP1, VIP2-ге шығып алсаңыздар болады. VIP1, VIP2-де шығу үшін өздеріңіз торговать етулеріңіз керек. Мысалы маған қазір уже 2 апта бойы VIP2-нікін бермеді, енді вообще қазір VIP1-ге түсіріп жіберді. Мен былайша айтқан кезде мен мүмкін қол босса кейін торговать етемін, бірақ VIP2-ге қазір шығуға былай стараться етіп жатқан жоқпын, себебі VIP2-ге шығамын десем әрине қазір менде барлығы дайын тұр, тек қана өзімкі ғана жетпей тұр. Өзімкін бір күнде VIP2-ге шығып алсам болады, бірақ VIP2 что-то білмеймін, бір рет беріп одан кейін бермей қойған соң кішкене көңіл қалып кетті.